әдемі сандықша. Осы сандықшаның ішінде не бар екенін білгілерің келеді ме сендердің? Олай болса, қарайық. Мынау не? Асық екен. Түсі қандай? Қызыл екен. Балалар, асық неден жасалады? Неден алынады асық? Тамаша. Үй жануарларынан алынады екен. Асық туралы кім мақал-мәтел біледі? Асығым алшысынан түссін дейді. Тамаша. Олай болса, көңілімізді көтеру үшін массаж ойынымен бастайық. Қанекей. Жарайсыңдар балалар, қанекей. Әдемілеп отырып алайық. Қозы. Ал қой туралы тақпақ кім біледі екен, а? Қойды жолы береке, сопар ата иесі. Сопар ата иесі, тастаққа береке. Жарайсың. Айша, айта ғой. Қойдың баласы қорым, қойдан жоғыз болуным. Сопар ата тілегі, қоса қаным қайдасы. Тамаша, отыр. Жылқының дауысы, иә? Ал жылқының түрі не деп атаймыз, балалар? Құлыншақ. Жарайсыңдар, құлыншақ. Ал құлыншақ туралы тақпақ айтады. Айлин. Айлин айт. Жарайсың, отыра қой. Сиыр екен. Ал сиырдың түрін не деп атаймыз? Бұзау деп атаймыз. Ал бұзау туралы кім тақпақ айтады? Бекасыл айта ғой. Сиыр даласы, дингі баба есе болсықтың даласы. Жарайсың. Түйе екен. Ал түйенің түрін не деп атаймыз? Бота. Өнер түсінікті ғой, иә, балалар? Ал келбет. Асығын ала ғой. Браво. Екінші. Түн арқылы жапсыратын боласыңдар. Түсінікті ғой? Жасыл түстер, былай ашамыз. Енді жүнді әдемілеп жапсырасыңдар. Ал екінші сары аймақтағы, мұнда асықтар тұр. Осы асықты шерту арқылы біздер сандаймыз тура және кері. Түсінікті ғой, иә, балалар? Ал қоямыз, кеттік, бастайық. Нешеге түсті? 5-ке түсті, санай ғой. Бұдан сен аттың жаңа. Шертеміз бұлай. Шерт. Нешеге түсті? 5, санай ғой. 1, 2, 3, 4, 5. Әдемілеп ойды, жүнге. Жатыр балалар. Әдемі шығып жатыр ма? Шұртты біз өтен аламыз. Бізде бұл қор. Қазір мен сендерге құртты көрсететін болам. Бірінші перчаткамызды киіп алдық. Көп түрлі құралдан біз құрт алатын болғандықтан аламыз.
дөңгелетеміз әдемілеп. Құрт жасап жатыр. Құрттың түсі қандай? Құртты неден аламыз? Неден аламыз? Тамаша. Ал мына қыздарымыз сары жасыл асықтарымыз жасап жатыр. Мынау қандай мүйіз? Тамаша. Жарайсың. Қошқар мүйіз жасады. Балалар. Қалай болып жатыр құрттарым? Жақсы болып жатыр ма? Молодец. Беттікі әдемі шықты. Райна, мына сауал босқа. Жарайсыңдар балалар. Әдемі шығып жатыр. Кебеттің құртты спақ құрттар жасаңыздар балалар. Жарайсыңдар. Ал. Балалар. Кететімізді шешін. Қайда бардық сендерге оқу әрекеті ұнады ма? Ал. Қандай төрттілік малдарды атайықшы? Жоқ. Төрттілік малдар қандай малдар жатады? Жоқ. Айтайық ал. Түйе. Сосын? Иә. Қой. Жылқы. Жылқының төлі не деп атаймыз? Қолы. Қолы жақ. Сиырдың төлі не деп атаймыз?